Жігіт ашуға булығып, ең жақсы көретін жейдесін жерге лақтырып жіберді. Себебі ол, күні бойы бел жазбай еңбек еткен анасымен қатты ұрысып қалған еді. Ашуға еріп берген ол, темір есікті теуіп, тарс жауып үйден шығып кетті. Ал бұған дейін ол әрдайым өте тіл алғыш бала болатын. Бұған себеп, көптен бері ғашық болып жүрген қыз еді. Қыз ауқатты отбасынан шыққан бір жігітпен кездесе бастаған. Бай жігіт оның сүйіктісін тартып алып қана қоймай, қыздың көзінше оның үстіндегі киімінің арзан көшірме екенін айтып келемеждеп, шыққан тегінде қорлады. Сол сәтте жігіттің ішінде қорланған намыс пен ашулап ете қалады. Анасы оны сабырға шақырмақ болды, бірақ ол бар ашуын содан алады. Көп ұзамай әлгі қыз көшетін болды. Көмек керек болған сайын жігіт бірінші болып келетін және ешқашан бас тартпайтын. Көш болғаннан кейін қыз күтпеген жерден оның қолынан ұстап, жыл сайын екеуі өздерінің құпия жерінде кездескіруді ұсынды. Бұл сөздер жігіттің жүрегіндегі үмітті қайта оятады. Ол жасырын түрде дайындала бастады. Тіпті сезімін білдіру үшін қыздың армандаған үйінің шағын макетінде жасап шығады. Бірақ сол түні ол қызды үйінің алдында ұзақ күтті. Ақыры қыз да келеді. Бірақ оның жанында әлгі бай жігіт болды. Ол бұрышта тұрған күйі үнсіз қатып қалады. Артынша әлгі жігіттің қызды сүйіп жатқанын көргенде, жүрегіне пышақ сұғылғандай болды. Соған қарамастан ол көргеніне сенгісі келмейді. Алайда екеуі үйге кіріп есікті жапқанда, оның үміті бір жола үзілді. Ол біраз уақыт есік алдында үнсіз тұрған соң, кері бұрылып кетіп қалады. 2 жыл бойы жүрегінде сақтаған сезімі сол түні күл талқан болды. Үйіне қайту үшін такси тоқтатпақ болғанмен, жүргізуші шалғай ауданға барудан бас тартады. Таксистің сол бір менсінбеген көзқарасы жігіттің соңғы сабырында жойған еді. Ашуға булыққан ол жүргізушімен төбелесіп қалады. Бірақ ақырында өзі ғана зардап шекті. Келесі күні таңертең қыз қоқыс жәшігінің жанынан үйдің макетін көріп қалады. Оның бетінде өзі салып берген сызба әлі де жапсырылып тұр екен. Сол сәтте ол кешегі болғанның бәрін жігіттің көргенін түсінді. Ол дереу мектепке жүгіріп барып, бәрін түсіндірмек болады. Бірақ жігіт кезінде ол сыйлаған видеокассетаны өзіне қайтарып беріп, артынша оған өте ауыр сөздер айтып, бұрылып кете барды. Қыз болған жайтқа сене алмай, тұрған жерінде қатып қалады. Дораманың атауы «Введение в архитектуру».